Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. 203 бөлім. Сен біздің өмірімізді ойрандадың, Тхакур мырза. Өрт шығып жатыр. Үй жанып жатыр. Тхакур мырза өз үйін өртеп тастаған еді. Нейна әпке. Кришна. Негізінде олар өлмейді, ол жерден құтылып кетеді. Такур мырза оларды өлтірдім деп ойлайды. Олар Такур мырзаны аруақ болып қорқытады. Нейна, мен сендерді өлтірдім ғой. Не забудьте подписаться на канал. Арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сосын Такур мырзаны алып кету үшін полицейлер келеді. Мұның бәрі өтірік, полицей мырза. Олар маған жала жауып отыр. Онда неге бүкіл қыстақ тұрғындар сенен наразы? Сол кезде Прадар мырза келеді. Бұл өтірік емес. Сен істеген күнәларың үшін жауап беруің керек. Ол Нейнаға дәрі беріп, өзіне тұрмысқа шығуға мәжбүрледі. Оның бүкіл қылмыстарына мен куәмін. Сенің тілің шығып қалыпты ғой. Мен сені өлтіремін. Мен сені тірі қоймаймын. Мен сені буындырып өлтіремін. Такур мырза, оны жіберіңіз. Оны жіберіңіз дедім. Мен әуелі оны өлтіруім керек. Қыстақ тұрғындары Такур мырзаға жабысып кетеді. Қалайық, мен сіздерге уәде беремін. Такур мырза да, Прадар мырза да заң алдында жауап беретін болады. Нейна Павитраның қолын ұстайды. Сосын оның қолын Кришнаның қолына ұстатады.
Бақытты болыңдар. Кришна, Павитраның көзінен бір тамшы жас төгілсе, мен сені аямаймын. Мен саған уәде беремін, Нейна. Мен Павитраны бақытты етемін. Әпке, сен мені тастап кетесің бе? Екі 104-ші, соңғы бөлім. Кришна Павитраның маңдайына синдур жағып, оны әйел ретінде қабылдайды. Нейна бара жатқан көлік жол апатына түседі. Олардың ішінде тек қана Нейна жараланады. Нейна, қолыңнан не болды? Павитра, тез ауруханаға жетіп келіңдер. Біз жол апатына түстік. Нейна жан сақтау бөлімінде. Олар ауруханаға келе жатқан кезде қатты жел тұрады. Әпке, мен келдім. Көзіңді аш. Павитраның келген білген Нейнаның қолдары қимылдайды. Ол көздерін ашады. Бүгін үйде пужа рәсімі, яғни Калиді еске алу рәсімі өтіп жатыр.
Апа, сен біз үшін өз өміріңді құрбан еттің. Сен өмір бойы бәрі қолданып келді. Сені бәрі тұмар істеді. Сен сонда да қыздарыңды сақтап қалдың. Апа, енді біз ырымдарға сенбейміз. Сен қайталаған қателікті біз қайталамаймыз, апа. Уәде береміз. Уәде береміз, апа. Біз бақытты боламыз. Енді бәріміз отбасылық суретке түсейік. Осымен біздің телехикаямыз аяқталды. Ертеңнен бастап біздің арнамызда үзілген моншақ телехикаясын көруді ұмытпаңыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. 5 ай бойы біздермен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамыз.